Енді аяғымыздың ауыратыны бар, суын ішіп, сүтін ішіп, шұбатын ішіп, соның бәрі асқазанды ішкі органдарымыз тазартып, соның бәрі жақсы ғой бізге. Жасымыз 70-те жеткен адамды, сондықтан бұл өзі бізге қуаныш. Енді аяғымыздың ауыратыны бар, басқа жеріміз, омыртқамыздың ауыратыны бар. Ол бір күнде қоймайды ғой, 3-4 күнде. Жүре бара қоятын сияқты, ойлаптың солай. Жақсы, өзімізді жақсы сезініп жатырмыз. Жақсы жүріп жатырмыз. Осы жанмен тәнге келсін, шынықсын. Шыныққан адам ауырмайды дейді ғой. Шынықсан шымыр боласың деп. Сондықтан келіңдер. Енді аяғымыздың ауыратыны бар, суын ішіп, сүтін ішіп, шұбатын ішіп, соның бәрі асқазанды ішкі органдарымыз тазартып, соның бәрі жақсы ғой бізге. Жасымыз 70-те жеткен адамды, сондықтан бұл өзі бізге қуаныш. Енді аяғымыздың ауыратыны бар, басқа жеріміз, омыртқамыздың ауыратыны бар. Ол бір күнде қоймайды ғой, 3-4 күнде. Жүре бара қоятын сияқты, ойлаптың солай. Жақсы, өзімізді жақсы сезініп жатырмыз. Жақсы жүріп жатырмыз. Осы жанмен тәнге келсін, шынықсын. Шыныққан адам ауырмайды дейді ғой. Шынықсан шымыр боласың деп. Сондықтан келіңдер.